Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Арал қаласы 220 орта мектебінің биология пәні мұғалімі Абатова Гүлбану. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нейронның құрылысы мен қызметі. Сабағымыздың мақсаты нейронның құрылысы мен қызметін сипаттау. Нейронның құрылысы. Бүйректің негізгі құрылымдық және функционалдық бірлігі нефрон болып табылады. Әр бүйректе 1 миллионға жуық нефрондар болады. Әр нефронның ұзындығы шамамен 3 сантиметр. Нефронның ұзындығы. Бір бүйректегі арналардың жалпы ұзындығы балалар 120 километрге тең. Нефрон ол зат алмасуды қамтамасыз етеді. Бүйректің толық бір айналым шыққанда қанның 5-1 литр сүзіледі. Нәтижесінде 1 минут ішінде 125 миллилитр сұйықтықты сүзіп шығады. Нефрон, міне нефронның құрылысы. Ол капсула болады нефронда. Мына бөлікті капсула деп атайды бұны. Бұны екінші атауы Баумен капсуласы деп атайды. Осы Баумен капсуласында қан сүзіледі. Және нефронның мына проксималды өзекшелерден тұрады. Мына өзекшелер. Мынау гемлі ілмегі деп атайды мына бөлікті. Одан кейін барып жинақтаушы түтікшелерден тұрады. Жинақтаушы түтікшелерден тұрады мына бөлігі. Осы жерде зәр пайда болады. Яғни нефронды капсула болады. Капсула жинақтаушы түтікше арқылы бүйрек астаушасына өтетін имек каналға жалғасады. Тәулігіне қан бүйрек арқылы 300 рет өтеді. Сөйтіп қанды керек емес зиянды заттардан тазартады. Осы нефрон, мына нефрон 6 бөліктен тұрады. Бөлімнен тұрады. Бүйрек денесі, мальпиге денесі болмаса Баумен капсуласы мен құтыша болады. Міне Баумен капсуласы. Проксималды ирелең деген түтікше, міне Баумен капсулардан өзекшелерден шығады. Осыларды проксималды өзекшелер деп атайды. Одан кейін үшінші гене ілмегінің төменгі бөлігі міне, төменгі ағысы міне. Одан кейін генлі ілмегінің жоғарғы ағысы мына бөлікті айтады. Содан кейін дистал ирелең деген түтікше мына бөліктерді айтады. Міне осы жерде көріп тұрғаныңыздай міне. Содан кейін бар жинақтаушы түтікше. Осы жерде мына жинақтаушы түтікше, осы жерде зәр өтеді. Зәр түзіледі. Бүйрек дедешегі нефрон артерия қанын әкелетін артериоладан және әкететін артериоладан тұрады. Мынау әкелетін артериола, міне Баумен капсуласы балалар. Міне Баумен капсуласы. Әкелетін артериола, алып кететін артериола. Баумен капсуласын осы қаптайды. Нефрон шумлян Баумен капсуласымен басталады. Капилляр шумағымен Баумен капсуласын мальпиге денесі деп атайды. Міне осы жерде бірінші реттік зәр түзіледі. Яғни мына Баумен капсуласында бірінші реттік зәр түзіледі. Бұны ағылшын ғалымы Баумен микроскоп арқылы ұсақ денешікті зерттеген. Яғни бұл жерді фильтрация болмасы сүзілу деп атайды. Нефронның негізі қызметіне бірінен соң бірі өтетін 3 үдерістен тұрады. Осы 3 үдерістің нәтижесінде бүйректен зәр түзіледі. Біріншісі ультра сүзу, яғни шумақты фильтрация, абсорбция деп атайды. Екінші каналдық реабсорбция, қайта сіңіру, бұл жерде қайта сіңіру реабсорбция жатады. Үшіншісі секреция. Бұл секреция бөлімінде гипофиз гормонының артқы бөлік вазопросин зәрдің түзілуін тежейді. Мынау Баумен капсуласы, проксималды өзекшелер, міне
проксималды. Осы жерде көрсететін болсақ, ультра сүзілу баумен капсуласында жүреді. Ал каналдық реабсорбция мына проксималды өзекшелерде түзіледі. Яғни мына жерде түзілген бірінші реттік зәрді екінші проксималды өзекшелер қайтадан сүзу процесін жүргізеді. Содан кейін барып зәр түзіледі. Ал енді осы бүйректің нефрон өзекшелерінде алып келуші артерия арқылы қан мөлшермен 50 капиллярлық ілмекшелерден тұратын және бүйрек капсуласымен қоршалған. Шумаққа өтеді. Қан алып келуші тамыр өзегі алып шығушы тамырдан 2 есе кең болады. Алып шығушы тамырдан алып келуші тамыр 2 есе кең болады. Сондықтан шумақ капиллярында қысым артады. Алып келуші артериялардың қысымы 95, ал шумақ капиллярларынікі 57, ал алып шығушы тамырда 25 мм сынап бағанасымен. Осының есебінен капилляр шумағы мен капсулалар жасушалар мембраналы арқылы қан фильтрленеді, яғни сүзіледі. Осылайша құрамында организм үшін пайдалы көптеген заттар, глюкоза, яғни адамға пайдалы зат. Одан кейін витаминдер, білесіздер, витаминдердің қандай түрлері бар екен. Кейбір минералды тұздар, амин қышқылдары, содан кейін су, олар бірінші реттік несеп еріген шлактар түзеді. Лейкоциттер, эритроциттер, тромбоциттер және қан плазмасының нарөздары, альбумин, глобулин капиллярдан шыға алмайды. Оларды шумақ капиллярлары тұтып қалады. Яғни зәрге бұл жасушалар өтпейді. Сонымен шумақты фильтраттың химиялық құрамы қан плазмасының құрамына сәйкес келеді. Адам бүйрегінде тәулігін 150-ден 1890 литр бірінші реттік несеп түзіледі. Бірінші реттік несептің құрамына глюкоза, витаминдер, кейбір минерал тұздар, амин қышқылдары, су өтіп кетеді. Ал екінші кезең бұларды қайта сүзілу, реабсорбция деп атайды. Олмаса реабсорбция процесі немесе екінші реттік зардың түзілу механизміне өтейік. Бұл жерде бұл реабсорбция проксималды өзекшелерде жүреді. Көріп отырғаныңыздай. Адам ағзасына 1 минут ішінде 125 литр 1 минутта сүзгі пайда болады. Күніне 180 литрға тең ол. Ал біздің білуімізше күніне бізде тек қана 1,5 литр зәр пайда болады. Бір тәулікте адамда. Яғни олар қайта сіңіріледі. Мына бөлікте қараңыздар. Бірінші реттік зәр түзілген кезде мына жерде 180 литр не өтеді? Зәр өтеді. Осы бөлікке келген кезде 180 литр жаңағы зәріміз мына қан артериолалар қайтадан өзіне сіңіріп алады. Осы жерге келгенде проксималды өзекшелерге келген кезде қанға қайтадан су өтеді, қайтадан витаминдер қайтадан өтеді, глюкозаны, амин қышқылдарын өзіне сіңіріп алады. Сондықтан ең соңында бізде тек қана мына бөліктен жинақша түтіктеден 1,5 литр ғана зәр түзіледі. Міне 1,5 литр ғана. Яғни олар қайта сіңіріледі. Оны реабсорбцияланады дейді. 125 мл сүзгі түзілсе, оның 124 литр қайта сіңіріледі. Демек, 80% сүзгі проксиалды бүгілген арнада реабсорбцияланады. Яғни мына өзекшелерде қайта сіңіріледі. Енді осы бүйректе 1 минутта бүйрек арқылы қанның 5/1 бөлігі өтеді. 1 минутта, балалар, 1 минутта 5/1 бөлігі өтеді бүйрек арқылы. Екінші, бір тәулікте бүйрек арқылы 1500-1700 литр қан сүзіледі. Яғни қан тазарады. Үшінші,
170 литр бірінші реттік зәр түзіледі. Ал бір тәулікте 1,5 литр, міне 1,5, 2 литр екінші реттік зәр түзіледі. Біз мынаны білеміз көп жағдайда. 1,5-2 литр зәр түзілетін оқушылар білеміз. Ал бірақ бірінші реттікте одан да көп болады. Зәрдің түзілуі. Бүйректе зәрдің түзілуі оның қанмен ерекше қамтамасыз етілуіне тікелей байланысты. Бүйректе зәрдің түзілуі екі кезеңнен тұрады, яғни сүзілу фильтрация және қайта сіңіру реабсорбция. Бірінші реттік зәрдің құрамы қан сарысуына ұқсас, бірақ одан нәруыз болмайды. Бірінші реттік зәр түзілген соң, оның құрамындағы су, сонымен бірге ағзаға қажетті қант, яғни глюкоза, амин қышқылдары, натрий, калий иондары қайтадан қанға сіңеді. Екінші реттік зәр түзілетімізде. Бүйректе зәрдің сыртқа шығарылуы өсімді жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Сонымен бірге бүйректің қызмет реттеуге аралық мидан гипоталамустан түзіліп, гипофиздің артқы бөлімінен бөлінетін вазопрессин гормонда қатысады. Екінші реттік зәр несеп ағармен қуыққа толады. Міне бүйректен түзілген зәр несеп ағармен қуыққа барып толады. Одан соң зәр шығару өзегі арқылы, бүйректің құрылысы бұл арқылы сыртқа шығарылады. Бұл зәр шығару жүйесінің мүшелері. Сонда бүйрек, несеп ағар, қуық, зәр шығару өзегі. Сіздерге балалар тапсырма. Бірінші және екінші реттік несептің салыстырмалы сипаты. Бірінші реттік зәрде 150-170 литр зәр түзілсе, екінші реттікте 1,2-1,5 литр зәр түзіледі. Құрамында бірінші реттік зәрде су, минерал тұздар, глюкоза, витамин, амин қышқылы гормон кездеседі. Ал екінші реттік зәрдің құрамында тек қана су, мочевина, аммиак, глюкоза болады және дәрілік заттар. Ал бірінші реттік зәрде нәруыз бен қан жасушалар кездесе, екінші реттік зәрде нәруыз бен қан жасушалары аз болып кездеседі, 0,2%-ға дейін. Ол кезде қайтадан қанға сіңіп кетеді. Ал бірінші реттік зәрде нәруызсыз плазма болады, ал екінші реттік зәрде 96% судан және 4% қантты заттардан тұрады. Балалар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге үйге тапсырма, нәруыздың құрылысы мен қызметін оқу. Осымен сабағымызды аяқтаймыз, балалар. Қош сау болыңыздар.